Біз адамзат сөйлеуді және жазуды үйренгеннен басталған тарихтан көп мәлімет жоғалтып алсақ та, былай білеміз. Жылнамалар, тарихи кітаптар, қалдырылған ескерткіштер мен тасқа қашалған жазулар арқылы сол замандағы өмір сүрген адамдардың тұрмыс тіршілігі мен тарихи қайталанбас тұлғалары жайлы білеміз. Бірақ бізге адам жүріп тұрып, санасы пайда болғанға дейінге созылған үлкен эволюция жолы бұлыңғыр, тіпті қараңғы деуге болады. Археологтар әлі күнге дейін теліп-тепшіп маңызды жаңалықтар ашып жатыр. Бүгінгі шығарылымда сол археологтар тапқан, бізге дейін өмір сүріп, жоғалып кеткен басқа да адамның түрлерін айтатын боламыз. Homo sapiensтердің жер бетінде өмір сүрген уақыты өте аз. Соншалықты аз уақыт өмір сүрген, тіпті қазіргі адамдардың тарихы 100 есе көп болған күннің өзінде де, ол әлі де динозаврлардың жойылуынан 35 миллион жылдан кейін басталар еді. Ең батыл бағалаулар бойынша алғашқы Homo sapiens 300 мың жыл бұрын Африкада пайда болған. Адамзат қазір TikTok көріп, аниме, фильм, ойындарға қызығам дегенше ұзақ эволюциялық жолдан өтті. Ал бұл уақыт ішінде жер бетінде басқа да адамдар түрлері өмір сүріп, жойылып кетті. Неандерталдықтар жайлы естіген боларсыз. Бірақ олардан басқа да түрлері болған. Алайда оларға тоқталмас бұрын біздің генеалогиялық ағашымызды еске түсірейік. Қарапайым түрде ол былай. Алдымен тышқан тәрізді кішкене сүтқоректілер, содан кейін маймылдар, одан соң тік жүретін адамдар. Ақыр соңында қазіргі біздің Homo бауырларымыз. Бірақ шын мәнінде біздің генеалогиялық ағаш әлде қайда күрделі және әрі зерттеліп ғалымдардың далас тартысына түсіп жатыр. Мысалы, қазіргі адамдарға ұқсас ең көне плацентарлы сүтқоректердің бірі Juramaeus sinensis. Бұл тышқанға ұқсас кішкене жануар қазіргі Қытай аумағында не 30 миллион, не 60 миллион, не 100 миллион жыл бұрын да өмір сүрмеген. Табылған қалдықтардың сараптамасы Nature ғылыми журналында жүргізіліп және шығарылып, бұл кішкене тышқандар кем дегенде 160 миллион жыл бұрын өмір сүрген деседі. Яғни кішкене сүтқоректі, тіпті тираннозаврлардың өзінен де 70 миллион жылға үлкен. Сондықтан адам маймылдан жаралмаған деген сөздің бір мағынасы пайда бола бастаған секілді. Біздің түрдің тарихы динозаврлар дәуіріне шамалас басталған деп айтуға болады. Айтпақшы, қазіргі тышқандар мүлде бұл сүтқоректіге ұқсамайды. Бұдан кейінгі оқиғалар одан да қызық. Дәстүрлі түрде тышқандар мен маймылдардың эволюциялық жолы Пургаториус деп аталатын жануардан бастап бөлінген деседі. Бұл жануар шамамен 66 миллион жыл бұрын пайда болып, динозаврларды көлбір кірген және қазіргі замандағы приматтарға ұқсас ең көне тіршілік иесі саналады. Одан кейінгі кезеңде Ахисебус атты алғашқы нағыз ағаш басында тіршілік ететін маймылдар пайда болды. Оның жасы шамамен 55 миллион жыл алдын деп есептелінеді. Ол да қазіргі заманғы приматтарға өте ұқсас. Мұндай маймылды қаладағы зоопаркқа орналастырса, қазіргі маймылдардан ешкім ажырата алмайтын еді. Дәл осы кезде адамдар мен тышқандардың ата-бабаларының жолдары түбегейлі ажырайды. Кейінірек приматтардың өзі түрлі тармақтарға бөлініп, бірі жойылып, бірі қалып отырады. Олар негізгі екі топқа бөлінеді: жартылай маймылдар мен маймылдар. Жартылай маймылдар деген топтың атауы біртүрлі естілгенімен, олар бүгінге дейін тірі. Мысалы, олардың ішіне көпшілік сүйсінетін лемурлар кіреді. Алайда бізді бүгінгі шығарылымда тек адам тектес маймылдар қызықтырады. Адам тектес маймылдардың отақ аталауы ұзақ уақыт бойы сұп-сұлу проконсул деп есептелінген. Ол шамамен 18 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Дегенмен ғалымдар бұл атауды қазір қайта қарастырып жатыр. Бірақ маңыздысы дәл осы кезеңде біз адамзаттың алғашқы қызықты жоғалып кеткен тармақтарымен танысамыз. Эволюцияның бірнеше кезеңінен кейін проконсулдан қазіргі заманға адам пайда болады. Бірақ бір қызығы, бұл эволюцияның жалғыз бағыты емес. Параллельді бағыттардың бірі гигантопитектер. Бұл адамға ұқсаған маймылдар шамамен 100 мың жыл бұрын қырылып кеткен. Олар 4 метрге дейін жетіп, салмағы жарты тоннаға дейін жететін болған. Ғалымдардың салыстыруы бойынша гигантопитектердің ми көлемі гориллалардан әлдеқайда үлкен. Бұл ерекшелік алыптарды питекантроптармен бір санатқа жатқызуға себеп болды. Питекантроптардың ішінен әрине ғалым, академиктер шыққан жоқ, бірақ олар әйтеуір үздіксіз эволюция жасап отырды. Мысалы, ең ақылды маймыл Коко ымдап сөйлесіп, 2000-дай ағылшын сөздерін білген. Прикинь, маймыл сенен ақылды. Сондықтан бұл алыптардың болашағы жарқын болуы мүмкін еді. Бірақ оны енді том пішпесек біз біле алмаймыз. Қоса алғанда бұл алыптар еңбек құралдарын пайдалануы мүмкін деген теориялар бар. Белгілі антрополог Станислав Дровишевский кейбір археологиялық қазбаларда өте үлкен еңбек құралдар табылған және олардың барлығы бірдей біздің ата-бабаларымызға сәйкес келмейтінін айтқан.
Дегенмен гигантопитектер бір ағашты бір-бірімен құрастырып бірдеңе жасай алған шығар. Бұған бірақ дәлелі жоқ. Бұл алыптардың жоғалып кетуі себебі де белгісіз. Бірақ бізге туысқандарын қалдырып кеткен. Қандай маймылдың түрі екенін тауып көріңізші. Олар заманауи орангутандар. Ғалымдардың пікірінше, орангутандар адамнан кейінгі ең ақылды жануарлар болып табылады. Ал біз әрі қарай кеттік. Келесі ата-бабаларым шамамен 4 миллион жыл бұрын пайда болған австралопитектер. Олардан 2 миллион жыл өткен соң Homo түрі және оның тармағы Paranthropus robustus. бөлініп шықты. Бұл әлі де маймылға ұқсас, жазық әрі сәл ойыс бас сүйегімен ерекшеленетін ірі тіршілік иесі. Бұл жігіттер мен қыздарға жоғарыдан қарауға болмайды, себебі ата-бабамыз бұлардан алыс кетпеді. Қосалғанда бұлардың табандары адамдардікіне ұқсас. Бұл жігіттер екі аяқпен жүріп, сүйектен жасалған құралдарды қолданған. Әрі біздің ата-бабаларымыз секілді қолына түскен кез келген нәрсені жей беретін болған. Сондықтан ірі болып келген. Алайда бұлардан да ірі австралопитектердің түрлері бар. Paranthropus boise. Деп аталады. Олардың бойы шамамен 1,5 метр болғанымен, салмағы 90 килограммға жеткен. Қоса үлкен жақтары болған. Соған қарамастан бұл тармақта жойылып кеткен. Ал эволюцияның жарысында жеңімпаз болып тек біздің түр Homo ғана қалған. Миллиондаған жыл бұрын болған бұл оқиғалардан кейінгі тарихымыз қызықсыз секілді болып көрінуі мүмкін. Бірақ шындығында осы кезден бастап нағыз экшен басталады. Қазіргі Homo sapiens түрінен бөлек, ғалымдар осы кезеңдерде өмір сүрген 16 басқа адамның түрін тапты. Ең танымал неандерталдар туралы айтпай қояйын. Өйткені бізге ерекше мысал қажет. Олардың бірі Флорес адамы. Олар нағыз Властелин колестегі хоббиттерге ұқсас. Бұл әрине шынайы нағыз хоббиттер емес енді кітаптағы. Бірақ табиғат анамыз қалыптастырған жерлік нұсқасы. Флорес адамдары үңгілерде өмір сүрген деген пікір бар. Адамдардың бұл түрі туралы көп мәлімет берген Флорес аралындағы Лиамбоа. Дәл осы жерден бұл түрге жататын 16 адамның қаңқасы табылған. Солардың ішінде ең жақсы сақталғаны Лиамбоа бірінші атты сері жігіт. Ересек болғанына қарамастан бойы небәрі 104 см, ал салмақ шамамен 25 келе болған. Ми көлемі небәрі 400 текше сантиметрді құраған. Бұл қазіргі шимпанзенің миынан да аз. Бірақ алаңдаудың қажеті жоқ. Эволюция тұрғысынан кішкене ми төмен интеллект дегенді білдірмейді. Қазіргі Homo sapiens'тің ми көлемі алғашқы ата-бабаларына қарағанда кішірек болғанымен, бұл біздің ақыл-ой қабілетімізді кеміткен жоқ. Нақтырақ айтсақ, бәрі бірдей ақылды емес енді біздің Homo sapiens'тердің. Бірақ шүкір. Лиамбоа бір табылғаннан кейін антропологтар арасында шулы пікірталастар басталды. Біреулер бұл Homo sapiens түрінің туа біткен ауруы бар өкілі деп санады. Енді біреулері бұны нағыз хоббиттер деп жариялады. Үшінші топ бұл аралда кішкене пілдерінің қаңқаларда табылған атап өтті. Сондықтан аралдың оқшауланған фаунасына байланысты миниатюрлік жергілікті ерекшелік болуы мүмкін деп тұспалдады. Қалай болғанда да, бұл адамдар егме құралдарын жақсы меңгерген және шамасы сөйлесе алған. Олардың жойылуы шамамен 50 мың жыл бұрын болды деп есептелінеді. Бұл неандерталдықтардан кейінгі кезеңге сәйкес келеді. Келесі жойылып кеткен туысымыз Денисов адамы. Бұл түрдің тарихы күрделі, әрі шатасып кеткені соншалықты. Бұл мәселені тек антропологқа оқыған Шерлок Холмс пен Джон Ватсон ғана шеше алатын шығар. Қысқаша айтып кететін болсам, Қытай мен Кеңес одағында 1980 жылдары бірнеше қалдықтар табылған. Олар неандерталдарға да, басқа да танымал түрлерге сәйкес келмеді. Осылайша Денисов үңгірінен табылған адамдарды жеке түрге бөлу шешілді. Нақтырақ айтқанда, ол жерде ешқандай адам табылмаған, тек бірінші түс пен саусақ сүйектерінің қалдықтары ғана табылды. Бірақ ДНК зерттеулері бұл қалдықтардың басқа адамның тармағына тиесілі екенін дәлелдеді. Ғалымдардың айтуынша, Homo sapiens пен неандерталдардың айырмашылығы 200 екен нуклеид болса, Денисовтардың айырмашылығы 385. Бұл оларды бізге қарағанда тіпті өзгеше ете түседі. Яғни бұл бізге белгісіз, құпияға толы адамдардың басқа түрі болуы мүмкін. Бір қызығы, қазіргі адамдардың ДНК-сында неандерталдықтардың үлесі 1-4% аралығында. Енді бұл барлығына түсінікті деп ойлаймын, себебі үңгірлер суық болған соң бір-біріне жақын жату керек, құшақтасып жату керек деген сияқты. Ал енді қазір қызық болады. Қазіргі малайзиялықтардың ДНК-сында денисовтардың үлесі 6%-ға дейін жетеді. Бұл жай ғана 6% болып көргенімен бұл сұмдық көрсеткіш. Бұл не денисовтардың Евразия аумағында кең таралғанын, не олардың үңгірлеріне Homo sapienстер келіп үлкен той жасап, оттарды өшіріп, қосылып, ДНК-ларын алып, Алтайдан оңтүстік шығысқа жол тартты деген сөз. Не дегенмен денисовтардың іздері неандерталдықтардан аз емес. Қосалғанда археологтар бір өзгеріс жасайтын қалдықтар сол күйі таппады.
Шерлок Холмс пен Джон Батсон по-любому керек бұл жерге. Ал біз хоббиттерге оралайық. Олардың армиясы осы жақында уәде етілгендей 5 күн өте шығыстан келді десеңе. 2019 жылы Homo sapiensтерге қатысы бар тағы бір жаңалық ашылды. Оған дейін 12 жыл бұрын Филиппиндегі Каллао үңгірінен кезекті түсініксіз сүйек табылды. Ол адамның сүйегі, тіпті қазіргі адамдардікіне де сәйкес келетін. Бірақ өте кішкентай. Ғалымдар анықтағандай бұл сүйек әйелге тиесілі. Жасының үлкендігіне қарамастан бойы 130 см еді. Ғалымдар үлкен шу жасамауға тырысты және қазбаларды жалғастырды. 2011 жылы бір-екі азу тапты. Ал 2015 жылы бүтін табан, жамбас сүйегін тапты. Бұл денисовтар қалдырған қалдықтардан көп екенін айта кеткен жөн. Сондықтан ғалымдар бұл археологиялық қазбаларды бейжай қалдырмайық деп шешіп, Homo sapiens'тің жаңа түрі Homo luzonensis. пайда болды. Бұлар жайлы қазір анау айтқандай көп мәлімет жоқ. Бірақ бұл жігіттер 460 мың жыл бұрын өмір сүріп, еңбек құралдарын қолданып, тіпті арасында аңға шығып отырған. Ал бүгінгі шығарылымызды барлығымыздың мектептегі ескі танысымыз синантроппен аяқтайық. Бұл жігіттер жайлы айтпай кету менің ойымша дұрыс емес. Бұл Homo sapiens'тің айтарлықтай ескі түрі. Пекиннен табылған қаңқалардың жасы шамамен 750 мың жыл деп бағаланады. Қызығы, олардың ми көлемі 1000 текше сантиметрден асқан. Осы кезеңдердегі жігіттер ауланған жануарлардың тек сүйегін ғана құрал ретінде қолданбай, олардың терісі де жақсы киім бола алатын, жылыта алатын түсінген кез. Кейбір зерттеушілер осы синантроптар отты пайдаланған деседі. Яғни ойлап тапқан. Алайда бұлардың екінші жағы да бар. Олардың қалдықтарының арасында кездесетін зақымдар бұл адамдардың өз серіктерін азық ретінде қолданғандарын көрсетеді. Бұлар не өзінің өлген бауырларын жеген, не болмаса өз секілді адамдарға аңшылық жасаған болуы мүмкін. Кейбір ғалымдар синантроптарда монғолит нәсілінің, яғни біздің нәсіліміздің тікелей ата-бабасы деп есептейді. Ал басқа топтар монғолиттік топтың пайда болуын бұншалықты терең қазбалаудың қажеті жоқ деп ойлайды. Себебі басқа да мәселелер жетіп жатыр. Соған қарамастан көпшілік ғалымдар оларды эволюцияның тұйықталған тармағы деп санайды, яғни жойылып кеткен. Археологияда шешілмеген мәселелердің жеткілікті екенін ескерсек, адам эволюциясы ешқашан тегіс әрі тура жолда болмаған түсінесіздер. Бұл өте күрделі, ұзаққа созылған және қиын процесс. Оны әртүрлі факторлар мен жағдайлар күрделендіріп отырды. Адамзат эволюциясына көптеген тұйықталған тармақтар, яғни толығымен жойылып кеткен түрлер болды. Бұдан бөлек, әлі күнге дейін ашылмаған көптеген жаңа тармақтардың бар екеніне ешқандай күмән жоқ. Әрбір жаңа ашылу, мысалы денисовтардың табылуы, біздің сұрақтарымызға жауап берудің орнына одан да көп сұрақтар туғызып жатыр. Сондықтан антропологтардың қаржылы әрі күрделі еңбегіне үлкен құрметпен қарауға шақырамын. Олардың еңбегінің арқасында біз өткеніміз туралы көп мәліметке қол жеткізіп жатырмыз. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сау.